2018 жылы Нұрлы жер бағдарламасы аясында салынып жатқан мына Отырар ықшам ауданындағы 5 қабатты 20 үй пәтерге мұқтаж жандарға беріледі деп хабарлаған болатын. Алайда 2019 жылы 5 қабатты 20 үйдің 11-інің кілті тұрғындарға табысталып, қоныс-тоны тойланған болатын. Қалған 9-ы не екені белгісіз, құрылыс жұмыстары аяқталмай, кейінге шегерілген болатын. 2019 жылы тұрғындарға берілмей қалған 5 қабатты 9 үйдің құрылысы бүгінге дейін жалғасуда. Бір қызығы, 5 қабатты 9 үйдің құрылысы мемлекеттік қабылдаудан 2019 жылдың 27 желтоқсанында өтіп қойған. Тіпті келісім шартта белгіленген 3 миллиардқа жуық ақша мердігер компанияның шотына аударылған. Биыл шаһарда баспанаға үмітті 11 мыңнан астам азамат тұрғын үй кезегінде тұр. Соның ішінде 600-ге жуық адам 10 ай өтсе де өздеріне тиесілі пәтерлеріне кіре алмай отыр. Былтыр қолданысқа берілуі тиіс нысандардың құрылысы әлі күнге дейін жалғасып келеді. Аталған 9 үйдің 7-еуі бір ай көлемінде аяқталса да, қалған 2-еуі әзірге дейін құрылысын жалғастырып отыр. Құрылысы қазірге дейін жалғасып жатқан 2 ғимарат, яғни бірінші ғимараттың мердігер компаниясы құрылыс сервис болса, ал номері 6-шы ғимараттың мердігер компаниясы Казмедоргрант. Осы үйлердің құрылыс жұмыстары басталған уақытта әкімдік құрылыс кестесін түзетіні белгілі. Сол кестеде құрылыс жұмыстарының басталуы мен аяқталу мерзімі көрсетіледі. Келісім шарт белгіленген мерзімнен асып, уақытынан кешіккен жағдайда мердігерге қалалық әкімдік тарапынан штрафтық айыппұл санкциялар қолдану тиіс болған. Ал бұлар құрылыс бітпеген нысанды мемлекеттік қабылдаудан толық өткізіп, ақшасына дейін аударып қойған. Ендігі кезде әкімдік мердігерге қалай айыппұл салатыны тағы да түсініксіз. Түркістан облысының құзырлы органдары осы мәселенің анық-қанығын бүгінге дейін неге тексермей отыр. Мұнда қалған бір сыр бар, айтпайсыңдар, қусыңдар деп Мұқағалидың өлең тармағында айтылғандай, бір сырды бүгіп жатқан болар. Әйтпесе о баста бітпеген үйді мемлекеттік қабылдаудан өткізіп, ақшасына дейін аударып қоймас еді ғой.